Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгінгі сіздермен қарастыратын тақырыбымыз шет тілін оқыту әдістері. Сабағымыздың мақсаты шет тілін оқытудың әдіс-тәсілдерін меңгеру және оқушыларға шет тілін үйретуде осы әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалана білу. Бүгінгі сабақ бойынша мына сұрақтарды қарастыратын боламыз. Грамматикалық аудармалық әдіс, тур әдіс және қазіргі әдістер. Жалпы шет тілін оқытудағы қолданылатын ең негізгі әдістер, міне өздерің көріп отырғандай, бұл грамматикалық аудармалық әдіс, тур әдіс және қазіргі әдістер. Осы әдістің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейін. Бірінші бұл бізде грамматикалық аудармалық әдіс. Грамматикалық аудармалық әдіс ең көне әдістердің бірі болып табылады. Бұл әдістің ерекшелігі тек классикалық тілдерде, әсіресе латын тілін оқытуда жиі қолданылады. Бұл әдіс бойынша тіл грамматикалық ережелерді жаттау арқылы оқытылады. Жаңа сөздер белгілі бір грамматикалық тақырыптың көлемінде беріледі. Және аударма жаңа сөздері сөз құрылымын, ережесін оқығанда ғана қолданылады. Грамматикалық аудармалық әдіс бойынша барлық жаттығулар белгілі бір грамматикалық ереженің аясында құрылады. Және ана тілінен шет тіліне, шет тілінен ана тіліне аудару арқылы оқытылады. Осы әдіске тән тағы бір ерекшелік, бұнда грамматикалық талдаудың болуы және тілді оқытудағы грамматикалық сатылар, яғни жеңілінен қиынына қарай көшу болып табылады. Қазіргі таңда осы грамматикалық аудармалық әдіс жиі қолданылатын әдістердің бірі болып табылады. Келесі бұл бізде тур әдіс немесе пальмер әдісі деп аталынады. Олай аталу себебі осы әдістің негізгі қағидаларын ұсынған әдіскерлердің бірі пальмер болып табылады. Сол себептен пальмер әдіс деп аталады. Осы тур әдістің негізгі ерекшеліктері шет тілін оқытуда негізгі бағыт тәжірибелік бағыт болып алынады және сөйлеу бірінші орынға қойылады. Ана тілі мүлдем назарсыз қалады. Және осы әдісте тілді үйрету ісінде аударма өте аз мөлшерде қолданылады. Керісінше ауызша және жазбаша жаттығуларға көп көңіл бөлінеді. Сондай-ақ грамматиканы оқытуда индуктивті әдісті қолданады. Және де айтылым дағдысына үлкен көңіл бөлінеді. Мәтіндердің мазмұнына, әсіресе тақырыпқа сай болуына баса назар аударылады. Әйтсе де осы әдістің бір кемшілігі оқу материалы сөздік қоры аз оқушыға тақырыпты түсіну қиынға соғады. Жалпы пальмер әдісінің негізі бұл сөйлеуді үйрету болып табылады. Келесі әдіс бұл бізде қазіргі таңда қолданылатын әдістер. Қазіргі кезде ағылшын тілін үйретуге өте көп әдіс-тәсілдер қолданылады. Сол әдістер негізінен дәстүрлі және аудиолингвистикалық оқыту деп екіге бөлінеді. Жалпы қазіргі таңдағы әдістердің барлығы мынадай негізгі қағидаларға сүйенеді. Бұл тыңдау және сөйлеуді дамыту, сөйлеу үлгілерін пайдалану, аударманы өте аз қолдану. Сондай-ақ грамматиканы үлгі арқылы оқытып, сөйлеуді үйретуде өмірмен тығыз байланысты жағдайларды қолдану. Міне студенттер, сіздермен бүгін шет тілін оқытудың негізгі 3 әдісін қарастырдық. Сіздерге тапсырма. Берілген сұрақтарға жауап беріп, тапсырманы орындаңыз.